Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сабақта Students Book can модаль етістікпен жалғасады. Page number 59, 59 беттегі Students Book'та. Can модаль етістік can for ability and permission. Can деген модаль етістік адамның қабілетін көрсетеді. Бұл жерде бір қолынан іс келетін болса, жасай алатын болса, осы can модаль етістікті біз қолданады екенбіз. Ability деген ол қабілет, permission деген рұқсат. Бұл жердегі, яғни can модаль етістік бір қысқаша түсіндіріп кетемін. Can модаль етістік бізде қолданған кезде сөйлемде етістік кездеседі. Негізгі етістік, ол етістігіміз бізде ешқандай жұрнақ, жалғау қойылмайды, тек етістіктің өзі ғана. Және де болымсыз сөйлемде can-ға not қосылады, және де сұрау сөйлем құрайтын болсақ, can модаль етістік есімдіктің алдына шығып кетеді, яғни сөйлемнің бірінші орында тұрады. Қазір мына жердегі тапсырмалардың барлығын орындағанда сіздерге түсінікті болады. Okay, let's do exercise number 1. Бірінші тапсырмада біз не істеуіміз керек? Look at the sentences and answer their questions. Бұл жердегі біз берілген екі бағанда тұр. Мына жерде нұсқа бойынша сөйлемдер және төрт түрлі сөйлемі. Төрт түрлі сөйлемді біз бірінші астынан қараймыз, себебі осылай жасаған орындауға оңай болады. Төрт түрлі сөйлемді бізде сұраққа, мына жауабын нұсқадағынан қарап көреміз. Бірінші, which two sentences are about permission? Қандай екі сөйлем мына нұсқадағы рұқсатты берілген, рұқсаты қайсы дейді. Бұл жерде бізде мінекей мен жазғам A нұсқасы және D нұсқасы. Не үшін A? Себебі you can go to the swimming pool. Сен бассейнге бара аласың. Яғни бұл жерде рұқсат берген айтып тұр. Баруға болады деген сияқты. Сондықтан бұл жерде бізде permission болып тұр екен. Және де D нұсқасы we can't go into town. Біз қалаға шыға алмаймыз, қалаға бара алмаймыз. Яғни рұқсат бермеген деген мағынада. Сондықтан D нұсқасын болады жауабы. Ары қарай екінші, which three sentences are about ability? Және де үш түрлі сөйлемді табуымыз керек, қабілеттілікті көрсететін. Бұл жерде B нұсқасы I can play the piano, listen. Тыңдашы, мен пианинода ойнай аламын. Бұл жерде яғни адамның қабілетін көрсетіп тұр, пианинода ойнай алатындығы. Сондықтан B нұсқасы болады. Ары қарай C нұсқасын белгілегем. A, Tom can't sing. Таңғалып тұр бұл жерде. Том яғни ән айта алмайды, өлең айта алмайды ғой деп тұр. Бұл жерде де қабілетін айта алмайтындығын көрсетіп тұр. Сондықтан C нұсқасы. Және де үшінші бізде сөйлем E нұсқасын болып табылады. Can they speak Spanish? Олар испания тілінде сөйлей ала ма? Ондай қабілеті бар ма деген мағынада берілген. Сондықтан бұл жерде ability сөзіне кіреді, E нұсқасы болады. Үшінші сұрағымызда бұл жерде what is a negative form of can? Негатив дегеніміз ол болымсыз сөйлемде. Яғни can модаль етістікте қайсы қалай түрленеді болымсыз сөйлемі. Бұл жерде мінекей S нұсқасындағы can't, D нұсқасындағы can't, сондықтан cannot немесе can't деп алсақ болады. Келесі, төртінші, do we use do or and does to make questions with can? Біз can модаль етістігін қолданған кезде do немесе does көмекші етістігін сұрау сөйлем құрау үшін қолданамыз ба дейді. Әрине жоқ. Do мен does көмекші етістігі can жүрген жерде қолданылмайды. Ол өзі заңдылық сондай, ережесі сондай. Сондықтан no we don't деп алдық. Okay, next exercise number 2. Бұл жерде не істейміз? Permission және ability. Жаңа айттым, permission рұқсат, ability қабілет. Бұл жерде мына берілген сөйлемдерді бірінші аударып, сосын мына жанына қысқаша permissionді P, қабілеті яғни abilityді A деп белгілеп кетсек болады. Біріншісінде I can swim. Мен жүзе аламын. Бұл жерде нені көрсетіп тұр? Әрине қабілеттілік көрсетіп тұр, иә? Сондықтан A нұсқасы болады. Мінекей A нұсқасы болады, иә. Келесі, you can't use your mobile phone in class. Сен класста, яғни мектепте қолдануға болмайды. Саған қолдануға болмайды ұялы телефонды. Яғни рұқсат берілген жоқ деген мағынада. Сондықтан P болады.
ары қарай my father can speak German and French. Менің әкем неміс және де француз тілінде сөйлей алады. Бұл жерде қабілеттілігін көрсетіп тұр, екі тілде сөйлеген, сондықтан A нұсқасы болады. Келесі, you can wear jeans if you want. Егер де сіз қаласаңыз, сіз джинсиді киюге болады дейді. Бірақ рұқсат, бұл жерде енді рұқсат қылып алдық, P болады. Себебі рұқсат бермесе де киюіңізге болады деген мағынада берген. Ары қарай бесіншісінде you can go to the cinema this evening. Осы кешке қарай дейді, сіз кинотеатрға бара аласыз. Бұл жерде P болады, permission. Не үшін? Себебі рұқсат алынды деген мағынада. Окей, келесі як you can't cook. Сіз дайындай алмайды екенсіз ғой, дайындай алмайсыз деп тұр. Сондықтан бұл жерде қабілеттілігін көрсетіп тұр, қабілет, яғни бұл жасай алмайтындығын. Ability болады. Кеттік. Exercise number 3. Үшінші тапсырмада бізде не істейміз? Бұл жерде үлгіге қарап орындасаңыздар да болады, немесе мынау берілген, бұл жерде жазылған шартында берілген кестенің ішіндегі сөйлемдерді қолданып, әрқайсысы өзінің жасай алады немесе жасай алмайтындығын жазу керек. Яғни болымды және canның болымсыз түрін жазу керек. Әр оқушының, әр баланың жауабы әртүрлі болады. Мәселен, мен өзім былай жазғам. Біріншісінде әрқайсысын қолдандым. Біріншісінде I can play chess. Мен шахмат ойнай аламын. I cannot немесе I can't speak 3 languages. Мен 3 тілде сөйлей алмаймын. I can run 1 kilometer. Мен 1 километр жүгіре аламын. I can play an instrument. Мен аспаптарда ойнай аламын. I can't swim 25 meters. Мен 25 метрде жүзе алмаймын. I can name 6 countries in English. Мен ағылшын тілінде 6 елді атай аламын. I can dance the tango. Мен тангоны билей аламын. I can't stand on my head. Мен баспен жерде, яғни біз аяқпен тұрсақ, бұл жерде басты айтып тұр. Баспен жерде тұра алмаймын деп тұр. Ондай жасай алмайды екен, иә? Мына мен осылай деп жаздым. Окей, exercise next. Number 4. Бұл жерде не істеу керек? Бұл жерде де дәл солай. Кестендегін қолданып, бұл жерде енді анық жазылған can немесе cannot болымды және болымсыз түрде жазып қолдануымыз керек екен. Бұл жерде де былай құрағам сөйлемді. We can, яғни бұл жерде тек жазып қана қоймай, бұл жерде яғни нені көрсету керек? Мектепте не нәрсе рұқсат берген, немесе не нәрсе рұқсат берілмеген. Мінекей, мен жазғанымда we can use mobile phone in class. Біз мектепте немесе кабинетте осы мобильный ұялы телефонды қолдана аламыз дейді. Қолдана аламыз. Бірақ бұл жерде қолдана алмаймыз деу керек еді. Окей. Қолдана алмаймыз болатын болса, бізде мінекей мен жазбай кеткем, я қолдана алуға болмайды негізі. Окей, екіншісінде we can't talk in an exam. Біз емтиханда сөйлесуге болмайды, сөйлей алмаймыз. We can't wear jeans at school. Біз мектепте джинсиді киюге болмайды, кие алмаймыз. We can't go home for lunch. Біз ланч үшін үйге кете алмаймыз. We can eat at school. Біз мектепте жей аламыз, мектепке жеу керек, себебі столовый бар деген сияқты. We can listen to music at the music lesson. Біз ән айта аламыз қай кезде? Музыка сабағында. Мінекей осылай жазғамын. Келесі бізде exercise number 5. Бұл жерде тыңдалым берілген. Тыңдалымды бізде мұқият тыңдап, бұл жерде осы жасырып тұрған сызықшаның орындағы сөздерді айтып кетеді, соны түртіп біз жауабын айтуымыз керек екен. Я? Окей. Келесі мінекей мынау болады жауабы. Біріншісінде no, sorry, you can't болады. Екіншісінде бізде I can't, why not? Не үшін олай емес? Окей. Үшіншісінде бізде oh, right, is it okay if I go this evening then? деп тұр. Келесі төртте бізде well, can I go tomorrow? Can I болады мінекей. Ары қарай бесте соңында yes, you can болады,
Ал балалар, бізде осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты өткізіп алмас үшін менің арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Сабақтардың барлығын бірге орындаймыз. Көріскенше сау болыңыздар.